Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге достардың хикаясы туралы әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жастық дәуір, студенттік кез. Өзіммен 5 жыл бір курста, бір топта оқып, бір тістем нанды бөлісіп жеген Ж есімді досым болды. Қазір өмірде бар. Мінезі дөрекелеу болғанымен, көңілінде тырнақтайда кірі жоқ, адал жүректі жігіт болатын. Оның Құдай қосқан жары А есімді келіншек, ол да өте ақкөңіл, бауырмашыл, жайдары, мінезді, нәзік, ешкімнен ештеңесін аямайтын өте көңілді жан еді. Олардың отбасында Б есімді қыздары болды. Ал өзіммен бірге курс төмен оқитын Қ есімді бір досым болды. Онымен де достығымыз ерекше еді. Бұл да өте ақкөңіл, адамгершілігі мол, қарапайым, адал, мәрттігі де жетерлік керемет достарымның бірі болды. Ол қазір өмірде жоқ. Ол менің талай рет достық сынағымнан сүрінбей өткен бойдақ досым еді. Күндердің бір күнінде бұл досым мен әлгі Ж досымның әйелі А арасында шайтан түртіп, махаббат сезімі пайда болып, екеуі бірін-бірі көрмесе тұра алмайтындай жағдайға жетті. Бұл жағдайды біз, яғни менің әйелім екеуміз ғана байқап қалғанбыз. Бірақ басқа ешкім сезбейтін де, білмейтін де еді. Бәрі де қимас достар. Бұл екі жаққа да ыңғайсыз жағдай еді. Көңілдері мен тәндері қосылған әлгі екі ғашық араларындағы қарым-қатынас күннен күнге күшейе түсті. Олардың бұл әрекеттерін біліп көріп жүрген мен оларға сұмдықтарын тоқтатуды талай рет ескерткем. Олар уәде бергенде еді. Жігіт сөзінде тұрып, сезім әрекетін тоқтатқанымен, әйел тоқтата алмай, еркектің еркін алып, оқиға құпия жалғаса берді. Қ мен көңіл қосқаны былай тұрсын, басқа біреулермен де байланыста болып, жұмысқа кеттім деп күндіз кетіп, отбасына кеште оралып, тіпті кейде таң ата келіп, шалқып жүре берді. Неге бұлай деп пенде болып күмәнданатын күйеуі жоқ. Ақкөңілдікпен шынайы сезіммен аңқылдап жүре берді. Япырмай, мұндай да ақкөңілдік болады екен-ау десеңші. Итаяқтан ас ішіп жүрген досыма, оның қазіргі өміріне жаным ашып, оқиғаны анық білмесе де, күмәндану арқылы әйеліне құпия істерін тыюға септігі тиер ме екен деген оймен досыма әртүрлі мысалдармен, әртүрлі әңгімелер айтып, астарлы белгілер беріп, қанша әрекеттенсем де, сорлы досымның мұрны иісі сезбей, еш нәрседен сезіктенбей уақыт өлтіріп жүре берді. Бұл жағдай солай өте берер ме еді? Бірақ басқа бір жағдай оқиғаның мәлім болуына себеп болды. Досымның әйелі А есімді бір киім-кешек дүкенінде сатушы болып істейтін. Оның мырзалығынан және заттарын көңілдестеріне сыйға тартып, талан-тараж етуімен дүкеннің көз заты мойнына түсіп, отбасыларына төлем бойынша қиындықтар түсті. Әйелін қарыздан, әрі жаздан құтқарамын деп досым көп қиындық көрді. Мойынға мінген көп ақшамен ақырында А жазаға тартылып, 6 жылға сотталып кете барды. Аңқылданған аңғал досым әйеліне 6 жыл емес, 60 жыл болса да сені күтемін деумен қалған. Сөйтіп жүргенде кішкене қыздары да ауырып қайтыс болып кетті. 6 жыл күтуге болар еді, бірақ айдың күннің аманында адасқан сорлы келіншектің аман жүрсе түрмеден судан таза, сүттен ақ болып шықпасына кім кепіл? Ал адал жүректі аңқау досым күтем дейді. Адалдық пен ар-намыс үшін енді не істеу керек? Бар шындықты айту керек пе? Әлде жабулы қазан жабулы күйінде қалу керек пе? Осы сұрақ өзімді де қинады. Былай жүрсем арба сынады, олай жүрсем өгіз өледі деген жағдай болды. Ақиқаты айтылса жанұя бұзылады, айтылмаса адал дос арамастың дәмін татып өмір бақи жүре бермек пе? Шындықты қолдап ақиқатты ашып тастасам, екі досым да дұрыс түсіне алмай ренжіп өтуі мүмкін. Содан ойланып, толғанып, басқа да достарыммен ақылдасып, бар шындықты айтуға бел будым. Досым маған сенбей ыңғайсыз жағдайға қалсам, екінші досым құпияны аштың деп ренжіді. Бірақ кейін олар да мені түсінді. Осы мәселе бойынша біреулер мені құптайды, біреулер қателік деп санайды. Оқырман қауымы қайсысын дұрыс көреді екен? Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді
ұмытпаңыздар, қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар.